Сәлеметсіздер ме? Бұл жәндіктің аты қандала, қылқұй деп айтылады. Бұл диванның астында өмір сүреді және мынау именно тігістеріне жұмыртқа қалдырады. Адам көрмейтін жерде өмір сүреді. Только адамның қанымен ғана тамақтанады. Негізі қандаланың түрі көп. Осы адамның мазасын алып жүрген қандала. Және қандала диванды неге толтырған екен, жұмыртқаға толтырғаннан кейін олар плинтусқа шығады. Сіздер көріп отқан нүктелер қара-қара, осылар жұмыртқалаған орындары. Міне жағалай жұмыртқалай береді. Бұл бірден бұлай болмайды. Бірінші диванда көбейіп алғаннан кейін барып, сіз диванды әр нәрсемен шашып немесе қимылдайта берген кезде олар үшін тревога, олар жан-жаққа тығыла бастайды. Және обойда егер тесік, жыртық жер болмаса, онда обойдың астына кірмейді. Обойды көріп отырсыздар, жақсы клейленген, стенаға жақсы жабысып тұр, значит астында жоқ. Диванның әрбір қуысы, бір-біріне тігілген жері және бір-біріне қосылған жерлері, біріктірілген жерлерінде тығылады. Қарап отқандар, көріп отқандарыңыздай, бұрыштарында отыр. Именно тігістерінде сол жерде тығылған түрлері өзінің енді размерімен, бойымен келіп тұр ғой, сол жерге келіп тығылған түрі. Бірінші дәрілегенде міндетті түрде очагын тауып аласыз, ұясын. Сөйтіп сол жерге құямыз. Диванды дәрілеп болған соң көрпе төсектерді бір-біреулеп жайып, бүкіл бұрыштарына тигізетіндей болсын, бір жері қайтарылып қалмасын. Тегіс жайып, солай оның үстіне төсек дәрілеп болғаннан кейін оның үстіне тағы да дәрілейсіз. Міне диванның бәрін төңкеріп тастағанбыз. Осылай бетіне шығып өледі қандалалар. Көрпесін, диванын бәрін төңкеріп тастағанбыз. Міне мынандай диванның түрлері бар. Оларды да осылай төңкеріп міндетті түрде адам көрмейтін жерде өмір сүреді. Сіз бетін түрлі шашсаңыз да ол астында өмір сүреді. Өзіне қандаланың өзіне дәрі тимей, ол өлмейді. Қандай үлкен диван болса да, төңкеріп тастағанбыз. Егер шашылатын дивандар болса, шашып дәрілеген жақсы әсер етеді. Пердені ұмытпаңыз. Перденің дезинфекциядан кейін бір сотты есіктерден жауып, есіктерден келіп осындай операция қалыптылығыңызды болады. Немесе ЖАСАСАҢыз Сәлеметсіздер ме? Мынау БАСА антиклоп қандалаға арналған дәрі. Қандаланың суреті тұр. Иісі жоқ, бұл 4-ші класты. Дәрілегенде көршіге зиян болмайды. Осыны пайдаланыңыздар. Міне қанша қосамыз? 3 литрлік ыдысқа осыдан крышкасымен 3 қосамыз. Одан көп қоспаймыз. Именно 3 қосамыз. 1, 2, 3 қостық. Және су кішкене жылы болу керек. Мұздай су болмайды, ыстық су да болмайды. БАСАда антиклопты әрқайсысы өзіңіздің қалаңыздан іздесеңіз болады. Бізде Алматыда, Астанада және Шымкент қаласында бар. Міне БАСАда антиклоп. Болды. Қанша минут болды?